Қайырлы күн достар, бүгін кешкі асқа тауық етінен қуырдақ жасадым. Дәмі өте дәмді болып шықты. Рецептімен бөлісе кетейін. Мен 2 килограмм тауық етін алдым. Сіздер керектеріңізше алсаңыздар болады. Тауық етін жақсылап жуып, дайындап қойдым. 2 бас пиязымызды қызып тұрған отқа салып, қуырып, үстіне 1 бас пиязымызды салып, 5 минут қызартып, әдемілеп қуырып алдым. Және үстіне помидор, болгарский, чесногын салып, жақсылап араластырып, үстіне жуып дайындап қойған еттерімізді салып, бір 20 минуттай қуырамыз. 20 минуттай ет әдемі болып жартылай піседі. Ең алдымен кез келген тамақ істеген кезде бірінші пиязын қуырып алыңыздар. Кез келген ет дәмді болып шығады сол кезде. Мен осы етті жуған кезде картошкаларымды ашып суға салып қойдым, крахмалы кете берсін деп. Крахмалы кеткен картошка өте дәмді болып шығады. Және дәміне қарай тұзын дәмдеу үшін саласыздар. Мен тұз, қарабұрыш және паприка салып, жақсылап араластырып, 20 минутта әдемі болып осылай болып пісті. Және үстіне суда тұрған картошкаларымызды алып, жақсылап бөліп, еттің үстіне салып, 20 минутқа жай отқа астын басып қойдым. Картошкасы да еті де өте дәмді болып шықты. Видеоны көріп, каналыма тіркеліп